Хамстер Комбаттың телеграм каналында 2 күн бұрын осындай пост шыққан болатын. Бұл постта бізге ашық түрде айтып кетті. Airdrop будет зависеть от прибыли в час и некоторых других параметров активности, которые мы раскроем позже, а не от баланса монеты. Яғни достар, мына жиналып жатқан монетаға бұл airdropқа дым қатысы жоқ. Сіз қанша жинайсыз маңызды емес, а именно маңызды бұл жақта бізге прибыли в час қанша монета жинайсыз, соған байланысты сізде airdropта алатын боласыз. Және мына жерде айтылып кетті, некоторых других параметров активности. Қандай бізде активность көрсеткен кезде бұл жақта бізге airdrop жақсы береді. Сол жайлы осы бейнероликте сіздерге жауап беретін боламын. Активностьтарды қалай дұрыс істеп және де бұл жақта airdropты жақсы алу. Арнаға тіркеліп, осы бейнероликтарға назар салып көріп жүргендеріңізге үлкен рахмет. Ал егер де бұл арнаға әлі тіркелмесеңіздер, арнаға тіркеліп кетіңіздер, өйткені бұл жақта сіздерге шынымен расымен де интернеттен қалай ақша табуға болатын жолдарын көрсетіп жүрмін. Одан бөлек достар, бізде чат ақша табу бар, яғни бұл жақта адамдар өз араларында араласады, өздерінің опыттарымен бөліседі, если что, сізде осыған кіріп адамдармен сөйлесеңіз болады. Одан бөлек біздің телеграм канал бар. Бұл жақта ютубтан тыс ақпараттар шығып отырады, осыған да тіркеліп кетіңіздер. Дәл қазір сәтте біз өзіміздің тон кошелегімізді привязка жасай аламыз. Airdrop деген батырманы басасыздар, и мына жерде 2 батырма тұрады. Бірінші, біз телеграм каналдарына тіркеліп кету керек, біз ол үшін басамыз и чек дегенді батырманы басамыз. Все, бізде орындалды. Екіншісі, бізде connect wallet'ты жасаймыз. Яғни сіздер өздеріңіз телеграмдағы кошелекті привязка жасасаңыздар болады, немесе өзіңіздің телефоныңызға жазылған тон кошелекті привязка жасасаңыздар болады. Именно қайсы дұрыс деген сұраққа келсек, разница жоқ. Любой жерде сол бір кошелек, любой жерде сол бір вывод. Бірақ та енді комиссиямен ойнайтын болады, но все-таки бір қатты айырмашылықтар жоқ орталарында. Connect to Wallet деген басамын. Менде Tonekeeper өзім жеке жүктеп алғам телефоныма, сондықтан мен Tonekeeper'ды қазір привязка жасайтын боламын. Так, готово деп бастық. Все, бізде привязка жүріп жатыр. Жоғар жақта мынандай жасыл птичка шықты. Бұл означает, что біз привязканы сәтті жасадық. Все, бұл активностьті біз орындадық, екі жақта птичка болды. Бірінші активность азбука Морзе. Сіз күнделікті азбука Морзе арқылы сөзді табып отыр керексіз. Әр сөз тапқан үшін сізге 1 миллион монета берілетін болады. Ал күнделікті құпия шифр қандай сөз екенін біліп отыру үшін менің телеграм каналыма келіп кетіңіздер, сол жақта сіздерге күнделікті пост салып отыратын болам. Мысалы, бүгіндікке құпия шифр ол тон сөзі. Ортасында инструкциясы бар, яғни прибыль заттап түймесіңіз біз 3 рет басу керекпіз, сол кезде қызыл батырмаға айналатын болады. Содан кейін хомяк батырмасын азбука Морзе арқылы сөз енгіземіз. Яғни нүкте дегеніміз ол батырманы 1 рет басу, ал сызықша ол ұзағымен басып тұру. Яғни осы басып тұрасыздар, жібересіз, и мына сызықша. И төмен жақта мысалы тон деген сөзін жазу үшін бірінші бізге сызықшаны 1 рет басып тұрып жіберу керек. Міне қараңыздар, Т деген әріп шықты. Енді оны енгізу үшін 3 рет біз сызықшаны басып тұру керек екенбіз. Бұл да жасалды. Енді 3-ші әріп N, ол үшін бізді сызықша және нүкте. Ұзағымен басып тұрамыз, жібердік и бір рет басамыз. Все, тон деген әріп жазылды. Осымен біз өзіміздің 1 миллион монетамызды сәтті алындық, мына счетымызға түсті. Осылай достар, сіздер күнделікті осы сөздерді тауып отырасыздар, сол үшін сіздер бонус активный дроп алатын боласыздар. Екінші активность комбо. Яғни сіздер майн деген батырма кірсеңіздер, сіздерде осындай 3 карточка сұрақ белгімен тұрады. Бұл жақта сіздер күнделікті 3 карточканы табу керексіздер. Именно қай карточкалардың қоса отырып, сіздер 5 миллион монета ала аласыздар. Ол үшін тоже мені телеграм каналымда сіздерге күнделікті пост салып отырам. Мысалы, соңғы күн, яғни 7-ші июньға Хамстер Комбаттың 5 миллион монета алу үшін сіздерге мына 3 карточканы прокачка жасау керексіздер. Біріншісі, ортасында бізде тұрған мемкоин. Міне мен мемкоинді прокачка жасадым. Все, мына қосылды. Екіншісі бізде Lines Japan дейді, яғни оны legal деген вкладкадан табатын боламыз. Japan'ды іздейміз. Так, міне Japan тұр. Міне прокачканы жасаймыз. Все, бізге тоже птичка шықты. И екінші карточканы таптық. Үшінші карточканы табу үшін PR там вкладкасына кіреміз. И на төмен жаққа түссек, қазір табатын кетем.
И мына go ahead дегенді басамын. Все, үшінші комбаны біз таптық. Енді 5 миллион монетаны біз счетымызға алдық. И счетымызға 11 миллион монета болды. Егер де сіздер новичок болсаңыздар, осы арқылы сіздер тез прокачка жасайтын боласыздар. Үшінші активность тапсырмалар. Йорн деген батырман басасыздар, және мына жақта көптеген тапсырмалар бар. Осыларды біз орындау керекпіз, яғни әрқайсысына птичка болу керек. Одан бөлек сіздер күнделікті бұл жақта на daily reward дегенді өткізбеу керек. Сіздер күнделікті тоже басып отырсаңыздар, сіздерге определенный монета беріледі. Соңғы күні сіздерге 5 миллион монета берілетін болады, а общий суммада 7 миллион монета алатын боласыз. Және де бүгін ғана Hamster Combat Merge пайда болды. Бұған тоже дұрыс орындау үшін просто осы батырман басасыздар. Мына жақта қай регионнан екенін таңдайсыздар. Яғни біз Азиядан боламыз, Азияны таңдадық. И мына жақта чек деген батырманы басамыз. Міне өздерінің мерчанттары пайда болған екен, 25 USDT тұрады екен. Если что қызық болса, алып көрсеңіздер болады, доставка арқылы келетін болады. Төртінші активность лига. Яғни достар, бұл жақта лига бар. Level яғни. Қазір сәтте менің лигам легендарныйда тұр. Бірақ та менің мақсатым Grandmasterға өту. Яғни Grandmaster бұл 9-шы левел, а соңғы левел бізде Lord, яғни 1 миллиард бұл жақта монета жинау керексіздер. Бірақ маған Grandmasterді жеткілікті деп ойлаймын. Ол үшін бізге монетаны жинау керек, яғни менде 100 миллион монета болу керек. Мен ойымша бұл бір айда мен жеткізе аламын. Бірақ та мынандай сұрақ келеді, вроде монета жинап бұл жақта маңызды емес қой, неғып десеңіздер, мен қазір 100 миллион монета жинаймын, одан кейін қалай мен Grandmaster лигаға өткеннен кейін бірден 100 миллион монетаны сливать ететін болам. Именно прибыль в час. Яғни мен өзім лигамды прокачка жасайтын болам, плюс прибыль в час тоже прокачка жасайтын боламын. Airdropқа примерно бір ай уақыт қалды, сондықтан егер де сізде үлгерем деген ой болса, онда сізге де осыны прокачка жасауға ұсынамын. Левеліңіз кішкентай болып қалса, онда мен airdrop ала алмай қалам ба деген сұрақ туындаса, жоқ достар, сіздер любой левелда тұрып airdrop ала аласыздар, бірақ та егер де сіздің лиганыз үлкен болса, яғни левеліңіз үлкен болса, сіз airdropты көбірек алатын боласыздар. Ал егер де төменде тұрсаңыздар, логично азырақ алатын боласыздар. Сондықтан бұл жақта прокачка жасамау ол әрине өз еркіндігіңізде. Бесінші активность карточкаларды ашу. Бұл жақта достар, яғни сіздер әр карточкаларды көбісінде бұл жақта құлпылар тұрады. Құлпыларды сіз каждый ашып тастау керексіздер. Бұған да қарайтын болады деп ойлаймын, и бұған байланысты бізге де тоже бонусный дроп береді деп ойлаймын. Мысалы, бұлар жақта құлпылар тұрады, бұлар құлпыларды ашу, әрине өз сіздерге уақыт берілетін болады, оны асықпай ашсаңыздар болады. Именно бұл жақта сіздер пропускать етіп алатын мына special деген вкладкада no cards деген тұрады. О жақта сіздер өткізіп алмау керексіздер. Мысалы, менде қазір сәтте новый карточка тұр, бұны мен 1-2 күн ашпай қалсам, онда бұл өткізіп алған карточкалардың қатарына кіріп кететін болады. Мысалы, мен бұл жақта 6 карточканы өткізіп алған екем, и бұл маған минус болып есептелінеді. И мен постараюсь, чтобы әр карточканы өткізіп алмауға, и күнделікті no cards деген вкладқа кіріп, қарап тексеріп жүремін. Яғни, новый карточка шықты ма, шықпады ма деген мақсатта. 6-шы активность партнерская программа. Достар, яғни өздеріңіздің жеке сілтемелеріңіз арқылы адамдар шақырып, бұл жаққа өзіңіздің командаңыз жинасаңыз, менің ойымша бұл дополнительный тоже активность ретінде сіздерге бонус дроп берілетін болады деп ойлаймын. Бірақ та айта кетейін, ноткоинда болған берілмеген болатын. Hamster Combat'та берілмей ме, ол әрине бізге сұрақ болып келеді, бірақ та все-таки егер де сізде возможность болса адамдарды шақыруға, онда өзіңіз атыңызда адамдар шақырып, өзіңіз командаңызды жинаңыз. Сол арқылы сізге тағы да айта кетейін, бонусный дроп берілетін болады. Мүмкін. Осылай достар, айта кетейін, Hamster Combat бұл подтвержденный дроп, именно BingX-та листинг болатын болады. Осы бір ай уақыт қана қалды, бізге бұл прокачка жасап, және де өздерін беріп отқан монеталарын алып, және де прибыль за часты прокачка жасауға. Одан кейін уже өздерінің монеталарын алатын боламыз дроп бойынша, и кейін листинг ашқан кезде долларға ауыстырып, өзіміздің интернеттен бірінші салымсыз табысымызды алатын боламыз. Бәріне сәттілік, сұрақтарыңыз болса комментария жазып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.